Сәлем, көріспегелі біраз болыпты, мен ерекше бір туындыға тап болдым. Жоқ, ол мафия фильмі емес, ол туралы бөлек айтарым бір күні. Бүгінгі тақырыбымыз зорлық-зомбылық, кек және әзіл. Қызыл дамбал фильмін 3 сөзбен сипаттап берші десе, мен осы 3 сөзді айтар едім. Зорлық пен кек бір-біріне ұйқасса, әзіл кішкене келмей тұрған сияқты. Қалай ойлайсыздар? Қызыл дамбал несі дейтіндерді кішкене сюжетпен таныстыра кетейін. Белгілі бір ауылда бір қатар әйелдер бар. Барлығы еркектерден зардап шеккендері бар. Қорланған әйелдер өздеріне зәбір көрсеткендерді жазалауды ұйғарды. Олар қызыл дамбал киіп, ауылдастарына кек қайтаруға шыққан бандыға бірігеді. Бірақ жаза бермек болып, ақыры шектен шығып кетеді. Ал қызыл дамбал сол банданың құқық үшін күрестің символына айналады. Кішкене бір Тарантино, Гай Ричи, сондай бір ессіз бір боевикке ұқсайды ма? Жоқ, олай емес. Жаза бермек болып шектен шыққан әйелдер туралы керемет бір туынды бар, Тельма мен Луиза деп аталады. 1991 жылы шыққан, онда Брэд Питттің алғаш рет кинода ойнап жатқанын байқауға болады. Бұл фильмде бәрі өз орнында. Ахуалды тақырып, бұрын көрсетілмеген әйел кейіпкерлері, әйгілі Ридли Скоттың режиссурасы. Қызыл дамбалда да мұның барлығы бар. Бұрыннан келе жатқан атақты режиссер Әмір Қарақұлов. Ахуалды тақырып, бұрын көрсетілмеген әйелдер кейіпкерлері, бірақ элементтер жұмыс істемейді. Неге дейсіздер ғой? Біріншіден фильмнің ритмі. Сериал қарап отырғандайсың, біртіндеп кейіпкерлермен таныстырып, сосын фильмнің басты зұлымдық көзі еркектермен танысасың. Бір кезде келесі аптада тағы бір рет кинотеатрға келіп, келесі сериясын қарау керек деген бір ой туындайды. Кейбір сериалдарымыз үлкен кинодай болып жатқанда, киномыз сериалға айналғаны артқа жасалған қадам болып көрінеді негізі. Әрине, кез келген фильм бірінші басты кейіпкермен таныстырып, сосын басты зұлымдық көзімен таныстырып, сосын завязка құрып, сосын ары қарай дамып, ақыры финалына дейін жетпейді ма дейтіндерге айтарым, ритм жағынан бұл фильм ешқайда асықпайтын сияқты. Бүгін мынаны көрсетем, ертең келесін көрсетем дейтіндей. Көрсеңіздер, өздеріңіз түсінесіздер, сосын комментарийға келіп жаза кетіңіздер, көрдіңіздер ма, не ойлайсыздар. Екіншіден, актерлік ойын деген бар. Қоямыз. Негізгі актерлік құрамда сұлу каскадерлеріміз бар екен. Олар актерлік шеберлікті үйреніп фильмде түсіпті. Арнайы актерлік шеберлік үйреніпті фильм үшін. Тәжірибенің жетіспеушілігі шығар деп ойладым. Сосын Ержан Жаманқұловтың ойынын көріп қалдым. Ол өте мықты актер, кез келген рөлді ойнап береді. Қалай ойна десең солай ойнап береді. Бірақ оның да кейіпкеріне сену қиын. Оны режиссердің берген тапсырмасы деп түсіндім. Үшіншіден, драма мен комедияның балансы. Шыны керек, әзілдерді бұл фильмде дым керек етпейтін жерлерге тыққан. Ауыр тақырыптардағы фильмдерде әзіл көрерменнің кернеуін түсіру үшін қолданылады. Алайда қызыл дамбалдағы әзіл мазақ болып көрінеді. Фильмнен алайын деген әсерді құрт жібереді. Туындының көтерейін деген тақырыбына салмақ қоспайтыны бар да. Содан фильмнің жанрын да анықтау қиын. Авторлық киноның элементтері бардай, кішкене мелодрамасы бар, көрерменнің бетіне басатын қатты драмасы бар, орынсыз комедиясы бар. Не мынау деген сұрақ туындайтын жанр. Фильмнің 2 режиссері бар екенін атаған жөн, бірі Әмір Қарақұлов, екіншісі оның шәкірті Асылхан Әлишерова. Яғни фильмнің 2 жақты көзқарасы болу мүмкін еді, бірақ нәтижесінде 2 көзқараста көрерменге жетпегендей әсер қалды. Фильмде бір тәуір еркек жоқ. Енді әрине антагонистті қалай көрсетеміз дейсіңдер ғой. Барлығын жаппай нашар қылудың қажеті жоқ еді, менің айтайын дегенім сол. Жоғарыда аталған Тельма мен Луизада мысалы басты кейіпкерлерге жаны ашитын полиция қызметкері бар. Харви Кейтел ойнайды оны. Ол тіпті фильмнің соңында көрерменнің назарын өзіне аударады, өйткені шектен шыққан Тельма мен Луизаға жанашырлық таныта алмайсың фильмнің соңында. Сол жанашырлықты сен полиция қызметкеріне жібересің. Демек, сол кейіпкердің функциясы мықты. Харви Кейтел ойнаған кейіпкердің. Айтпақшы, қызыл дамбалда да полиция қызметкері бар. Ол жаман емес, жағымды кейіпкер, бірақ ол бір басқа кинодан келген сияқты. Оның басты кейіпкерлердің бірімен қарым-қатынасы Вонг Кар-вайдың Чункинг Экспрессін еске салады, бірақ өзінің көркемділігімен емес, фильмнің тонының тез ауысып кеткенімен. Кар-вайға сондай бір шағын пародия орын алатын сияқты. Фильм тым нашар екен деп ойламаңыздар, маған мысалы ауыл локациялары ұнады, табиғатымыз өте әдемі, оны күшті суреттеген.
сосын фильм оқиғасы қай уақытта орын алғанын түсінбейсің. Онысы мен үшін бір фишка болып көрінді. Жыныстық тәрбие деген сериал бар ғой. Сол сериалда да сондай фишка бар. Телефондары біртүрлі, iPhone емес мысалы, желілері түсініксіз, біз ондайды қолданған жоқпыз. Мінетін машиналары ескі, бөлек бір әлем сияқты сериалдың әлемі. Мұнда да сол, теңгелері бар, әлеуметтік желілері жоқ. Соткалары бар, бірақ кейіпкерлер атқа мінеді. Негізі оқиға қай кезеңде орын алса да, өкінішке орай әлі де ахуалда, мүмкін авторларда сол ойды салайын деген ойы болған да шығар. Нақты фильм авторларының айтуы бойынша оқиға 2000 жылдардың басында өрбиді екен. Сонымен қатар Қызыл Дамбал бандасы шынайы өмірде де болған екен. Олар 1970 жылдары елді қатты шулатқан дейді. Солай да шығар, оны растайтында жоққа шығаратында ақпарат таба алмадым негізі. Айтпақшы, фильм ескі болып көрінетіні бар. 2000 жылдардың вайбын жеткізу туралы айтып тұрғаным жоқ. Фильмнің өзі сол 2000 жылдардың ортасында түсірілген секілді. Негізі жаралы сезімге ұқсайтыны бар шамалы. Актерлік ойыны да сондай, кішкене кринж аралас сүйкімділік болады ғой. Сондай әсер аласың фильмнен. Қорытындылайтын болсақ, Қызыл Дамбал қисық кино, үйдегі бар әшекейді тағып алған апаға ұқсайды. Дегенмен көтеретін тақырыбы мықты, талқыға салатын ойлары да бар. Соларды талқыға салып тастайық, талқылауға шақырамын. Комментарийге жаза кетіңіздер, ойларыңызды. Өзіңіздің басқа айтарым қалмады. Келесі көріскенше жақсы кино көріңіздер.